Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнур. Бүгін сіздермен дәмі ерекше болып шығатын, әрі тез дайындалатын апельсиновый пирог жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Барлық қосатын қоспаларымыз бөлме температурасында болуы керек. Міне осылай 2 жұмыртқамызға шым-шым тұзымызды салып араластырып аламыз. Оның үстіне қантымызды салып тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Бір апельсиніміздің соғын сығып құятын боламыз. Тағы да араластырамыз. Апельсиннің седрасын салуға болады. Сіздер салмасаңыздар да болады, мен салдым. Тағы да араластырып аламыз. Оның үстіне ұнымызға разрыхителімізді салып, жұмыртқалы массамызға салып, тағы да араластырып аламыз. Біркелкі масса болғанша. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоя берсек болады. Қамырымыз өте тез дайын болады. Тез піседі, сондықтан барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Міне менің тестам дайын болды. Енді формасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен осылай апельсинімізді домалаққа жұқа-жұқа қылып бөліп аламыз. Мен 20-лық формада пісіремін. Осылайынан бөліп аламыз. Енді сары майымызды формамыздың жан-жағын бәріне жағып шығамыз. Оның ішіне бір қасықтай қантымызды сеуіп шығамыз. Оның үстіне әдемілеп осы апельсиндарымызды қойып шығамыз. Енді тестамызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне менікі пісіп шықты, толықтай суытып, сосын формадан босатамыз. Міне менде осылай шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.